Jay-Z туралы 10 дерек. Шон Кори Картер 1969 жылы 4 желтоқсанда дүниеге келген. Кәсіби түрде Jay-Z деген атпен белгілі американдық рэпер, рекорд-продюсер, кәсіпкер және Манхэттендегі Roc Nation конгломераттық таланттар мен ойын-сауық агенттігінің негізін қалаушы. Ол Def Jam Recordings компаниясының бас директоры болды және ол Kanye West, Rihanna және J. Cole сияқты артистердің шығармашылық және коммерциялық табыстарының басты рөлінде болды. Нью-Йорк қаласында туып өскен Jay-Z өзінің музыкалық мансабын 1980 жылдардың соңында бастады. Ол 1995 жылы Rockefeller Records рекордтық жапсырмасын құрды және 1996 жылы Reasonable Doubt дебюттік студиялық альбомын шығарды. Альбом кең тараған сыни табысқа жетті және оның музыка индустриясындағы беделін нығайтты. Ол 12 қосымша альбом шығарды. Оның ішінде танымал альбомдар The Blueprint, The Black Album, American Gangster және 4.44. Ол сонымен қатар Kanye Westпен Watch the Throne және әйелі Бейонсемен бірге Every is Love толықметражды бірлескен альбомдарын шығарды. Jay-Z өзінің іскерлік бастамалары арқылы алғашқы хип-хоп миллиардеріне айналды. 1999 жылы ол Rosa Wear киім сатушысын және 2003 жылы 40-40 Club сәнді спорттық барлар желісін құрды. Екі компанияда миллиондаған долларлық корпорацияларға айналды және оған 2008 жылы Roc Nation'да ашуға мүмкіндік берді. 2015 жылы ол Aspiro технологиялық компаниясын сатып алып, Tidal медиа ағынды қызметін басқарды. 2020 жылы ол каннабис өнімдерінің монограмма желісін шығарды. 140 миллионнан астам жазбалары сатылған әлемдегі ең көп сатылатын музыкалық артистердің бірі. Jay-Z 24 Grammy сыйлығын жеңіп алды. Бұл Kanye Westпен бірге кез келген рэпер арасындағы ең көп Grammy марапаттары. Jay-Z сонымен қатар Billboard 200 тізімінде жеке орындаушылардың ең бірінші номерлі альбомдары бойынша рекордқа ие. Сонымен қатар ол NAACP президентінің сыйлығының, Primetime Emmy сыйлығының және спорттық Emmy сыйлығының иегері. Сонымен қатар Tony сыйлығының номинациясына ие. Billboard және Rolling Stone рейтингтері бойынша барлық уақыттағы 100 ең ұлы артистердің бірі ретінде танылды. Jay-Z ән жазушыларының даңқ залында марапатталған алғашқы рэпер және соло тірі рэпердің бірінші мүшесі болды. Rock-and-Roll даңқ залы 2013 жылы Time журналы оны әлемдегі ең ықпалды 100 адамның қатарына қосты. Jay-Z 10 жыл бойы Brooklyn Nets NBA командасының қосалқы иесі ретіндегі рөлін ұнатты. Оның үлесі үшін $1 миллион төледі. Оның құны 2013 жылдың сәуірінде Forbes мәліметтері бойынша $350 мың дейін төмендеген. 2002 жылы Jay-Z мен әнші Beyoncé 03 Bonnie and Clyde әнін түсірді. Ол сонымен қатар Beyoncé'нің Crazy in Love хит синглінде, сондай-ақ Dangerously in Love дебюттік альбомында және That's How You Like It әндерінде көрінді. Екінші альбомында Birthday, All Deja Vu және Upgrade You хиттеріне шықты. 2008 жылдың 4 сәуірінде екеуі үйленді. 2017 жылдың 18 маусымында екеуінде екі егіз, яғни Руми есімді қыз және Сэр есімді ұл дүниеге келді. Ғаламтор желісіне сенсек, бойы 1,88 метр. Назарларыңызға рахмет, қош сау болыңыздар.